Bu yana kelgen kişiler bizge dost bolmagаны яңа конституцияны кабыл эткенден көріне. Эгер олар дос болса еділер, олар біздің милләтнең вәкилен чакырып, біздің мәселелерні чезмеге тырышар еділер. Лекен ол біздерден сорамайып, өзінің конституцияны кабыл еттілер. Адам егер де сізден сорамайып, өзінің қануны кабыл етсе, ол сізні адам yerine саймай. Шуның үшін, не деп айтады, ол диктатура деп аталар бұл мәселеге. Біздің дин тарафтан, біздің қысқаны, дин тарафтан динге қаршы қанунларын шығарғаны, біздің азатлығымызға, біздің яшаймызға тексір кетірмеге мүмкін. Біз бірштен қорқмаймыз, бірштен қорқмаға да керек ме. Лекен топырақ мәселесінде бақмақ керек. Біздің топырағымызда, біздің топырағыны олар бөлежек болалар. О да бек опасный деп айтайым да мәселе. Бұл топырақ мәселеден, дин мәселеден провокация yapmaға мен белесім тұршарлар. Олар бұл чарені қалдыралар өзлер үшін. Аллах ярдымынан, епсі біз мабет болмақ керекміз, өз арамызда бірлік болмақ керекміз, и бір дұшман бір şey yapalmaz.